Сәлем достар, сіздермен бірге қызық Таймс арнасы. Бүгінгі видеода тікелей эфирде қаза тапқан спортшыларды көрсететін боламыз. Ендеше видеоны қызықтаймыз. Антонио Пуэрта 1984 жылы дүниеге келген испаниялық футболшы. 2007 жылы 28 тамыз күні болған ойында футболшы басынан ауыр жарақат алып қаза тапты. Денесінде адреналин күшті болып тұрғандықтан дегенде соққының күштілігін сезбейді. Көрер көзге соққы ауыр болып көрінбейді. Алайда футболшы стадионның жиегінде қаза табады. 2015 жылы 15 наурыз танымал мексикалық жұлдыз Кико Дель Пьеро кезекті шоуына шығады. Кезекті шоуында 4 жігітке қарсы күреседі. Атақты Рей Мистерио Киконың бас жағына бар күшімен тебеді. Және Кико рингте қаза табады. (1984 жылы 4 тамызда дүниеге келген Эдуранс Эдахор нигериялық шабуылшы 2010 жылы 6 наурыз күні болып өткен ойында жүрек ұстап қалу себепті алаңда қаза табады. 8 тамыз 2008 жылы Крейг Джонс кезекті мото жарысына шықты. 9 айналымда Джонстың мотоциклі аударылды. Және Джонс басынан алған ауыр соққы себепті сол жерде қаза тапты. Пауло Сергио Оливейра да Силва 1974 жылы Бразилияда дүниеге келген футболшы. 2004 жылы тікелей эфирде болып жатқан футболда бұл ойыншы өкпе қысуы себепті өмірден өтті. наурыз 1962 жылы атақты арена Madison Square Garden'да америкалық Эмил Рикет және кубалық Бенни Порит кездесті. Екі боксшы орта салмақтағы әлем чемпионы титулы үшін күресті. 6 раундта америкалық боксшы кубалық боксшыға 29 дәл соққы беріп нокаутқа жіберді. Және кубалық боксшы сол жерде қаза тапты. (1988 жылы дүниеге келген Эммануэло Артега аргентиналық футболшы. 2015 жылы 14 мамырда болып өткен ойында стадион шетінде қоршалған бетонға соғылып қаза тапты. Достар, видео осымен соңына жетті. Видео ұнаған болса, каналға жазылып лайк баса кетіңіз. Сіздермен бірге болған қызық Таймс арнасы.